Сәлем достар, бүгін күтірлеп керемет болып шығатын самсаның рецептін көрсетемін. Барлық керек заттарды видеоның астына қалдырып кетемін. Бірінші жұмыртқамызды алып, жарып былғап аламыз. Оның үстіне тұз қосамыз. Жақсылап араластырып, үстіне қаймағымызды қосамыз. Шекерімізді қосамыз, араластырамыз. Сүтімізді құямыз. Табада ертілген майымызды құямыз. Қатты ысы болмауы керек. Шамалы суытып алып барып құямыз. Разрыхлитель қосамыз. Кішкенеден ұнымызды салып тұрып, жақсылап араластырып бұлғаймыз. Қажетінше ұнымызды салып, осындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды тоңазытқышқа жарты сағатқа демалуға қоямыз. Қамырымызды демалтып алған соң бөліктерге бөліп домалатамыз. Қамырларымызды осылай дөңгелетіп аламыз. Қамырымызды демалтуға қойған кезде осылай салмамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге ет және жуас, пияз және бұрыш қажет болады. Домалақтап алған қамырларымызды біртіндеп шетінен жаямыз. Осылай салмамызды салып, өзіміздің фантазиямызға қарай әртүрлі пішінде түйуімізге болады. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 35-40 минутта 180. Міне біздің самсаларымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін.